Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тауықтың төс етінен жасалынатын куриный рулеттің, яғни холодный ассортидің бір түрімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, маған лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауығымыздың мясорубкіден өткізіп аламыз да, үстіне бір жұмыртқамызды және шымшым тұзымызды салып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Одан кейін видеодағыдай араластырып болғаннан кейін шамалы 1-2 рет бір-біріне ұрып, котлет жасағандай нығайтамыз. Бұл рулеттің жасалу жолы өте оңай және бар жоғы 20-30 минут қана уақыттарыңыз кетеді және дастархандарыңыздың сәнін келтіреді деп айтсам да болады. Яғни ұялмай дастарханға қоя аласыздар. Ендігі кезекте фольгамызды жайып, үстіне жаңағы фаршымызды алып салып, видеодағыдай форма келтіреміз. Ол жерде силиконовый лопатканың көмегімен жайсаңыздар болады. Қолдарыңызбен жаятын болсаңыздар, қолдарыңызға жабысып, жаю жолы қиындау болады. Сол себепті осындай силиконовый лопаткамен жаюға кеңес беремін. Одан кейін осындай нуриді алып, ортасынан кесіп, осылай қақ ортасына қойып, рулеттің формасына келтіріп, фольганың көмегімен әдемілеп жақсылап ораймыз. Одан кейін орап болғаннан кейін екі жағын жақсылап буып, шамалы араластырып, жаңағындай видеода көрсетіліп тұр барлығы, 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Бұл жерде бір ескерте кететін жайт, егер қонақтың алдына қоятын болсаңыздар, рулеттеріңіз піскеннен кейін суытып, морозилкаға 1 немесе 2 сағатқа салып алып, одан кейін кішкене жарты сағат жібігеннен кейін барып, турап қойсаңыздар болады. Сол кезде үгітілмей жақсы кесілетін болады. Бұл жерде менде сразу пештен шыққаннан кейін туралған түрі. Менің рецептім сіздерге ұнады деген үміттемін. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлзада. Қош сау саламатта болыңыздар.